Қарақалпақстанда, анықрағы пайтақтымыз Нүкіс қаласында сондай бір музей бар. Экспонатларынан алдын бірінші кезекте оның өзгеше архитектурасы ітібарыңызды тартады. Сіз бұл музейде қандай экспонатлар сақланады деп еш қызығып көргенсіз бе? Ямаса ондағы экспонатлар менен таныссыз ба? Егер де сіз бұл музейге кіріп көрмеген болсаңыз, видеомызды диққатпенен тамаша етің. Бүгінгі видеомызда Қарақалпақ әдебиетінің классик шайыры Бердақ Арғабай ұлының құрметіне бағышлап құрылған Бердақ атындағы Қарақалпақ әдебиеті тарихы мемлекеттік музейі хақында сөз етеміз. Яғни музейдің құрылу тарихы және оның ішінде қандай экспонатлар сақланады. Барлығы менен танысып шығамыз. Бұл Қарақалпақ тілінде сіздің дүния қарасыңыздың кеңеюіне жәрдем беретұғын Айдың каналы. Менің атым болса Айгүл. Егер де сіз өзіңізге қолай болған орынға жайғасып алсаңыз, біз басладық. Бердақ Арғабай ұлының Қарақалпақ әдебиетінде тұтқан орны үлкен. Ол тек классик шайыр емес, ал қарақалпақлардың дәслепкі тарихшыларынан. Оның хақиқи аты Бердімұрат. Бердақ болса әдеби лақабы. Сіз көріп тұрған бұл музей 1998 жылы шайырдың 170 жылдық юбилейі мұнасабеті менен Нүкіс қаласында анықрағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті жанында шөлкемлестіріледі. Сол жылдың өзінде музей үшін арнаулы майдан 1,26 метр квадрат болған бір үлкен һәм 6 кіші күмбезлі 3 қабатлы имарат құрылады. Шойбардың авторы болса белгілі архитектор Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Орынбай Төрениязов. Соннан 2002 жылдың 1 мартында музей рәсми түрде ашылады. Неге 4 жылдан кейін дейтін болсаңыз, бұның жауабы әпуайы. Біріншіден, бұндай құрамалы архитектуралық имаратты құру үшін біраз уақыт керек болады. Екіншіден, құнлы экспонатларды табу да аңсат емес, яғни оны іздеу үшін да уақыт керек. Музейдің аты болса, көріп тұрғаныңыздай, сол уақытта Бердақ Милли музейі деп аталады. Бұл тек қана имарат құру емес еді. Анықрағы тарихты мәңгілестіру, яғни Қарақалпақ әдебиеті һәм мәдениетін тек қана кітапларда қалдыруды емес, ал оны сақлайтұғын, үгіт насихатлайтұғын реал орын жарату еді. Жақсылап қараң, сол уақытта музейдің сыртқы көрінісі қандай болған? Себебі 2021 жылы музейдің аты һәм сыртқы көрінісі де өзгереді. Яғни Бердақ атындағы Қарақалпақ әдебиеті тарихы мемлекеттік музейі болып анықрағы қазір сіз көріп тұрған көрініс. Бұл жерде тек ғана Бердақ шайырға байланысты болған экспонатлар сақланады ба? Яқ, музей ерте дәуірдегі Қарақалпақ әдебиетінен баслап, бүгінгі күнге шейін халқымыздың әдеби тұрмысы, әдебиеті, тарихы және үйретушілігі хақында сөз ететұғын экспонатлар менен байытылған. Музей фондының тикарығы дерегі араб, парсы, түрки һәм ескі Қарақалпақ тілдерінде жазылған ескі қолжазбалар, таспа кітаплар, медреселерде оқытылған кітаплардан ібарат. Сондай-ақ ол жерде сіз Қарақалпақ классик әдебиеті уәкілдері хақында мағлұматлар һәм олар дөреткен шығармалардың үлгілері, Бердақ шайыр жасаған дәуіріне тиесілі Қарақалпақ халқының өтміш деректері болған безену, тұтыну бұйымлары, киім үлгілері 19-шы, 20-шы, 21-шы әсірлер Қарақалпақ әдебиетінің басып өткен жолы, туысқан халқлар менен байланысы, іліми минетлер, тарихи тұлғаларды сөз етуші картина һәм портретлерді де
көре аласыз. Ең қызығы, қазір музейде 17229 экспонат сақланады және оның саны да жыл сайын артып бармақта. Сонда бұл экспонатлар қай жерден алынған дейтін болсаңыз, ол республикамыздың барлық қала, район, ауылдары һәм адамдардың өздерінің үйлерінде осы күнге шейін сақлап келген бейбаға экспонатлар есептелінеді. Музейдің қолжазба һәм тасбаспа кітаптар фондында қазіргі уақытта 1000-нан зият ескі араб тіліндегі кітаплар сақланады. Жоғарыда айтып өткенімдей, музей 3 қабаттан ібарат. Бірінші қабатында музейдің экспонатлар сақлайтұғын фондханасы жайласқан. Екінші қабатта музейдің ашылу тарихы, айемгі дәуірдегі қарақалпақ әдебиетінен баслап, халық ауызекі дөретпелері, қарақалпақ сөзлерінің басламасы көргезбесі, жазба мирасымыз, қолжазбалар һәм басқа көргезбелерді де көре аласыз. Үшінші қабатта болса музейдің ең ахметлі һәм сізді қызықтыратұғын экспонатлар жайласқан, яғни Бердақ сыйлығының лауреатлары һәм 19-шы әсірден 21-шы әсірге шекемгі қарақалпақ әдебиетіне бағышланған экспонатларды көресіз. Және Бердақ залы да осы қабатта жайласқан. Айтпақшы, музейде 2 бөлім бар. Музей қолжазба мирасы бөлімі һәм 19-шы әсір қарақалпақ әдебиеті бөлімі. Музейге кірсеңіз, сіздің бірінші ітібарыңызды тартатұғын нәрсе экспонатлардан алдын диуалларда сызылған осы суретлер болады. Қараң, қандай рең-берең. Бір қарағанда адамды өзіне тартады және қаһарманлары да бізге жүдә таныс. Бұл суретлерді кім сызған дейтін болсаңыз, Қарақалпақстан халық художнигі Барлықбай Айтмұратовтың қалеміне тиесілі. Көріп тұрғаныңыздай, бұл Бердақ шайырдың өзі. Ал осы көрініс болса, оның тек қана шайыр емес, ал бақсы болғанын да аңлатады. Және Ақымақ патша поэмасының уақиялары да сәулелендірілген. Мына жерде болса, қарақалпақлардың милли үрп-әдетлері, тойлар, ер адамлар һәм хаяллар қалай киінгені, бақсылардың қосық айтуы, келін сүріп атырған той, қыз жігітлер айтысы, Амудария, ұлыма алғанда қарақалпақлардың жасау тәрізі көрсетілген. Айтпақшы, мына суретті де айтып кетейін. Бұл Бердақтың салық деген қосығы бар. Бұны һәмме білсе керек. Былтырғыдан биыл жаман, қалай болды заман деп басылынатұғын еді. Ядыңызға түсті ме? Әне сонда салық себеплі адамлардың үйінен затларын қалай алып кетіп баратырғаны көрсетілген. Енді тикарғы экспонатларға тоқталамыз. Бұл айемгі қарақалпақ әдебиеті экспозициясы. Осы жерде 10-11 әсірлерде өмір сүрген Қожа Ахмет Яссауи үкіметлерінен шайырлар яд алып, өздерінің мәнәуи ұстазы тұтынған Хәкім ата Сулайман Бақырғани, Супы Аллаяр шығармалары бар. Сондай-ақ музейде Хәкім ата Сулайман Бақырғанидың Ақыр заман кітабы атлы кітабының қолжазба нұсқасы, Супы Аллаярдың бірнеше қолжазбалары менен тас баспа кітаплары бар екен. Бұндан басқа Қожа Ахмет Яссауи, Юсуп Хас Хажып, Махмуд Қашқари, Ахмет Югнаки, Сайбы Сарайи һәм басқалар хақында мағлуматлар олардың қосықларынан үлгілер келтірілген. Музейде 17-21 әсірде қарақалпақ сөз мәдениеті, бақсылар, жыраулар хақында кітаплар, фотосуретлер һәм басқа да мағлуматлар қойылған. Сондай-ақ жыраулар, бақсылар, қыссаханлар, олар атқарған дәстанлар, саз аспаплары, қобыз, шын қобыз, дутар, сырнай, баламан, лағай һәм басқалары бар. Мысал үшін, міне осы әспап лақай дернеді. Сіз бұны білетұғын бедіңіз. Егер алдын ескен болсаңыз, комментарийге плюс белгісін жазып қалдырың. Білесіз, Әжинияз Бердақ бақсы болып, халық ауызекі дөретушілігінен дөретпелер атқарған. Бұндан сқары қарақалпақ шайырлары арасында қыссаханлық мектебі қалыптескен. Аяпберген, Қазы Мәулік, Құдайберген Қазақбай, Қоразбеглер жастарды жинап, қыссаханлық өнерін рауажландырған. Үшінші қабаттағы бұл диуалларда тек қана Бердақтың, бәлкі Бируни, Әжинияз Қосыбай ұлы, Ибраим Юсупов, Төлепберген Қайыпбергенов сияқты белгілі инсанлардың суретлері сызылған. Сондай-ақ Жиен жыраудың Посқан ел поэмасының, Күнқожа шайырдың шығармаларындағы уақиялар
суретленген. Ал мына көрініс болса Бердақтың «Алты қыз мінді арбаға» деген қосығындағы көрініс. Және бұл қатарда қаһарманлардағы киімлер, нағызлар арқылы Қарақалпақ халқының бүткіл бір тарихы көрсетілген. Бұл болса музейдегі ең құнды шығармалар сақланатұғын Бердақ залы. Менімше музейге келгендердің ішінде тек бірінші қабатты айланып, бұл бөлімге кірмегендер де бар шығар. Биік күмбез астында жайласқан бұл залға кірген уақытыңызда сізді ашық реңлер, нағызлы безеулер һәм тарих напесі күтіп алады. Төбесіндегі құрамалы геометриялық нағызлар әйемгі шығыс архитектурасына тән нәзіктілікпенен сызылған. Залда Бердақ дәуіріне тиесілі тарихи деректер, сол дәуірге тиесілі бұйымлар, милли тарихи киімлер, безену бұйымлары үлгісі бар. Сондай-ақ Бердақ әулетларының генеалогиялық шежіре үлгісі һәм олар хақында мағлұматлар, Бердақ шығармаларын зерттеген филолог алымлардың монографиялары және шайырдың шығармалар топламлары һәм тағы басқа да экспонатлар сақланады. Қараң, турыңыздағы портрет музей қызметкерлерінің берген мағлұматларына қарағанда Бердақ шайырдың Қарақалпақстан Республикасы бойынша сызылған ең үлкен портреті. Ал жоғарыда болса Қарақалпақ батырлары, шайырлары және белгілі инсандардың портретлері көрсетілген. Дәслеп музейдің ең құнлы экспонаты болған Бердақ шайырдың өзі киген шапанына тоқталсақ. Ол шайырдың әулетларынан бірі Алланова Амангүл тарапынан 2014 жылы музейге сауға етілген екен. Шапан мәделі гезлемеден тігілген, ашық, көк реңде болып, тикарғы материалы жіпектен тігілген. Астары болса пахта гезлемеден істенген. Шапанның бойы 1 метр 22 сантиметрді құрайды. Бөлімдегі және бір бақалы экспонатлардан бірі бұл мрамор тас. Ұзынлығы 1 метр, ені 80 сантиметр, қалыңлығы болса 10 сантиметр болған бұл тасқа парсы тілінде 48 қатар қосық жазылған. Бұл тас Шымбай қаласындағы хан мешітінде сақланып келген. Хан мешіт медресесі 18 ғасырда құрылған һәм 19 ғасырда қайта оңланған. Бұл тас хижри жыл есабыменен 1191 жылға, анығырағы 1771 һәм 1772 жылларға тиесілі. 48 куплетте әр қилы мұғалімлерге, мұдаррислерге, оқушыларға, мешіт иелеріне түрлі тапсырмалар айтылған. Мысалы, оқушылардың мінез құлқына қарамастан мұғалім оны оқытуы, білім беруі шарт делінген. Ерте дәуірлерден 20 ғасырдың басына шекем Қарақалпақстан аймағында Даукескен, Қарақұмишан, Айымбет Ишан медреселері, Тас медресе һәм басқа да медреселер болып, онда білім алғанлар қатарында атақлы шайырлар да болған. Мысалы үшін Күнқожа, Бердақ, Аббас шайырлар осы медреселерде білім алғанлығы айтылады. Бұнан сқары бұл залда Бердақ шайыр жасаған дәуірдегі қарақалпақлардың білімлендіру орайлары болған картаның суреті сызылған. Жақсылап бар берсеңіз, картадағы орлардың дерлік көпшілігі сізге таныс. Және де музейдегі ең құнлы экспонатлардың 18-19 ғасырлердегі мешіт һәм медреселерде оқытылған ескі араб тіліндегі қол жазба һәм тас баспа кітаплар есептелінеді. Ол жерде сонда қандай шығармалардың қол жазбалары бар дейтін болсаңыз, Бердақтың шежіре һәм Хорезм шығармалары, Ажинияздың 2 беттен ібарат қызменеш пенен айтысы, пәни дүнияға айтқаны қосқыларының қол жазбалары, Құдайберген Жебеген ұлының Мәрдігар шығармасы музейдің тикарығы фондынан орын иелеген. Бұнан сқары сіз басқа да қол жазбаларды көре аласыз. Және де музейде сіз Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреатлары хақында да біліп аласыз. Керекли мағлұмат: бүгінгі күнде Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреатларының саны 100-ге жеткен. Сондай-ақ бұл жерде Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим Юсуповтың 2000-нан аслам үй кітапханасы, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры Тілеуберген Жұмамұратовтың үйінде сақланып келінген 100-ден аслам затлары. Шайыр һәм қыссахан Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың бірінші лауреаты Аббас Давиловтың һәм оннан басқа көплеген жазушы шайырлардың үй архивлерінен алынған қол жазбалары,
китаплары, hüжжетлери, суретлери, орден медаллары, бюстлери, портретлери, өздері пайдаланған жеке бұйымлары сақланбақта. Улам алғанда, бұл қабатта сіз өзіңізге кереклі болған бағалы мағлұматлар менен танысасыз. Және де айтып өту керек мағлұмат. Бұл музейде шайыр, жазушы һәм әдебиетшілердің юбилейлері һәм басқа да әдеби кешелер болып тұрады. Улам алғанда, Бердақ атындағы Қарақалпақ әдебиеті тарихы мемлекеттік музейі арқылы сіз Қарақалпақ әдебиетінің ерте дәуірден баслап, бүгінгі күнге шейін қалай қалыптаскені хақында толық мағлұматқа ие боласыз. Сіз бұл музейге алдын бардыңыз ба? Барған болсаңыз, қандай экспонатлар сізді хайран қалдырды? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдың каналының жаңа санында көріскенше.